Сорбұлақ көлінде қолтырауын бар десем сенесіз бе? Мына бейнені таратқан парақшалар Сорбұлақ көлі деп жазыпты. Ал Тугис қосымшасын қолданушылардың бірі онда қолтырауын бар, бармаңыздар деп осы видеоның суретін бөліскен. Бұл рас па? Тексеріп көрейік. Қазақ тіліндегі видеолар тарамас бұрын бразилиялық басылымдар видеоның Арагуая өзенінде түсірілгенін жазған. Латын Америка медиа ұйымдарының айтуына қарағанда, бейнені 24 жастағы ауыл шаруашылық факультетінің студенті Исаак дос Сантос Сальва түсірген. Мақалада студенттің біз қозғалыссыз қалқып бара жатқан аллигаторды кездестірдік. Шамасы жараланған, жақындағанда өлген деп ойлап кенеттен қатты қорқып кеттік деген пікірі бар. Оқиға мамырдың 30-ы болған. Келесі күні өзге де тұрғындар көрген. Ал Сорбұлақ көлі мәтінімен алғаш қазақша ақпарат таратқан мына парақшадағы видеоға дауыс қойылып өңделгенін байқауға болады. Демек Сорбұлақ көлінде қолтырауын бар деген ақпарат жалған.